Мұхтар Омарханұлы Әуезов, қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым, Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Жалпы жазушының прозасының негізгі тақырыбы сол кезіндегі кедейлер өмірі мен қорғансыз жандардың азап пен ауыртпалыққа толы күрделі тағдыры. Жалпы жазушының үздік туындыларының бірі Қорғансыздың күні әңгімесі. Әңгіме 1921 жылы жазылып, 1922 жылы Орынборда кітап болып жарық көрді. Қаңтар айында өте суық уақытта болған деп сипаттайды жазушы. Барат жегілген шанада екі жолаушы келе жатыр. Бірі Ақан есімді болыс. Болыс қазіргі тілмен айтқанда әкім деген мағынаны білдіреді. Екіншісі Ақанның атшабары сөзге шешен Қалтай. Екеуі қалаға қазынаның алымына барып қайтып келе жатқан түн болған соң екеуі жолдағы бір үйге қонбақ болады. Тозығы жеткен үйді көріп Ақан болыс менсіне қоймай, бірақ Қалтай үйге кірген соң көрерсің дейді. Үйде пештің түбінде бүрсеңдеп тығылып отырған үш адам бар екен. Бірі 80-нен асқан кейуана, бірі жанарынан айырылған 20 күн бұрын айырылып қалған 40-тар шамасындағы келіншек, және бірі 18 жасар Ғайза. Үй иесі Жақып және баласы жақын арада қайтыс болыпты. Кейуана Ақанның болыстығынан қайыр күтіп баласының басынан өткен жағдайларды айтады. Әлқиса, кемпір шытырман оқиғасын айтып болғанда Ақан өтірік көңіл айтқандай болады. Негізгі ойы мүлде басқа еді. Тамақ ішіп болғанда үй иелері де қонақтары да жатуға ыңғайланады. Сол кезде кемпір Ғайзаға қонақтардың малына да түнге шөп салу керек шығар. Оларға да шөп тұратын қораны көрсет дейді. Шам алып шыққан Ғайзаның соңынан Ақан мен Қалтай ереді. Қалтай кіріп Ғайзаны сөзге айналдырып, шөппенде басқа істейтін шаруа бар еді дейді. Ғайза ашуланып, аулақ жүр, ойнайтын адамың мен емес деп қоразды ашуланып шыға бергенде, есіктің алдында әңгімелерін тыңдап тұрған Ақан Ғайзаны қайта қораға кіргізеді де қуысқа қарай сүйрей жөнеледі. Қалтай қораның түбінде күзетте тұр. Біраздан соң Ақан түк болмағандай үйге кеп жатып қалады. Артынан не болар деп екен деп те тағы уайымдап қояды. Атын суарып шөп салып келген Қалтайдан кемпір Ғайза қайда деп сұрайды. Қалтай бүлк етпестен бағана ғана үйге қайтарып жібергенмін деп өтірік соғады. Ғайзаны туыстары қайта-қайта далаға шығып іздейді. Азанымен ертесімен қонақтар шығып кеткенде әкесінің жанында үсіп өлген Ғайзаның денесін туысқандары кеш көреді.